Айдананың қуыршағы. 4-ші бөлім. Гүрс еткен дүрсілден қызы оянып кетті. Бір оқиғаның болғанын сезіп, орнынан атып тұрды. Бөлмесінің күндегіден қараңғы екенін көріп, терезе жапқышын серпіп тастады. Біздің Айдана 3 жаста болса да, өзі өте сезімтал бала. Ол жерде ыңырсып жатқан анасын көріп, жалма-жан орнынан тұрғызды. Анасы күбірлеп, «Тірі екен», деді. Анасының не айтып тұрғанын бірден түсіне қойған қызы, «Анашым, сіз менің қуыршағымнан қатты қорқып кеткенсіз бе? Қорқпасаңызшы, ол кіп-кішкентай, алақандай ақ қой», деп үлкен кісі де анасын жұбатты. Қызының сөзінен кейін анасы тез ес жиды. Айдана үстел үстіндегі шамды жағып, бөлмені жарқ еткізді. Сол сәт су ішінде әрі-бері жүзіп жүрген қуыршағын көріп, қуанып кетті. «Анашым, қуыршағың өліп қалған деп едіңіз ғой?» деді. Анасы аквариум жаққа қарауға қорықты. «Білем, бірақ қарауға қорқамын», деді бала құсап. «Ой, мам», деді қызы, «сіз үлкенсіз ғой, үлкен адамда кішкентай қуыршақтан қорқа ма?» деп анасының сөзіне қызық көре қарады. «Өзі не пәле? Түнде ғана ояна ма?» деді анасы, әлі де болса көзін алып қашып. «Солай сияқты, әнеу күнде тек түнде жылаған», деді қызы. «Анашым, қарашы, ол маған бір нәрсе айтқысы келетін сияқты». «Құрсын, қарама, қорқасың. Ертең лақтырып тастаймын өзін», деді анасы теріс қараған күйі. «Мам, лақтырмайсың. Жүрші, қарашы, ол сол баяғы қалпы. Ешқандай да қорқынышты болып өзгерген жоқ. Ол мені шақырып тұр. Барып екеуміз сөйлесейікші», деп қиылды қызы. «Жүр», деген анасы сәл бұрылып, көзінің қиығымен әуелі аквариум әйнегінің шетіне ілікті. Сәл отырды. Тағы әрі қарай сығалай қарады. Аквариум суы көрінді. Сол сәт су қозғалғандай болды да, қызының қуыршағының жүзіп жүрген сұлбасын байқады. Сөйтіп қуыршаққа бетпе-бет қарады. «Кішкентай қошақаным», деді қызы. Өзін анасы қалай еркелетсе, ол да қуыршағын солай еркелете сөйлеп. «Маған бірдеңе айтқың келе ме?» «Мына мақұлық сөзімді түсінеді деп отырсың ба?» деп кейденді анасы. «Түсінеді, мам. Мам деуіңді қой, енді естімейін», деп ұрсып тастады анасы. Шынын айтсақ, анасы қатты ашулы еді. Мына су үшін әрі-бері жүзіп жүрген қабыршақтан соншама қорыққанына ашулы. Өзін терезеден лақтырып жіберетін, деп ойлап қояды. «Жақсы, анашым, енді мам деп айтпаймын», деді қызы кінәлі адамдай. «Түнімен мына құбыжықты күзетіп отырмайтын шығармыз. Оны ортаңғы бөлмеге шығарып тастаймын. Мен ұйықтаймын, шаршадым», деді анасы. Сол кезде күтпеген оқиға болды. Қызы талай рет айтқандай көлденеңнен жүзіп жүрген қуыршақ суды шолп еткізіп бір қырынан тұра қалды. Қозғалыссыз біраз тұрды. «Маған бірдеңе айтқың келе ме?» деді қызы, құдды әйнектен өтіп, су ішіне кіріп кетердей. Анасы қызына бір су ішінде құбыжыққа бір қарады да қалды. «Я», деді қуыршақ. «Я», кәдімгі адамның тілінде «я» деп жауап берді қызға. «Ой, астағфируллай», деді анасы таңғала, шегіншектей жүрек тұсын ұстап. «Я» деді ғой мынауың, нақ адамша. «Анашым, не айтады екен, тыңдайықшы. Әйтпесе бұл қазір үндемей қалады», деді қызы жалына. «Тыңдайық, не дер екен бізге? Ішімді ашып алған тасты қайтар дейтін шығар», деді анасы кекете күліп. Қуыршақ сылқ ете түсті. «Әне, анашым, енді үндемейді.
енді қашан бізбен сөйлеседі? Оны ешкім білмейді, деп жыламсырады қызы. Қуыршақ орнынан тағы да атып тұрды. Ана мен қыз аңқайып қарап қалды. 4-ші бөлімнің соңы. Жалғасы бар.